саламатсыздар ма достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен осы инстаграмда шыққан Абай Құнанбаев атында слайдты қалай жасалу жолын көрсететін боламын. Мен керекті ақпараттарды жинап қойдым, міне суреттерін 2 слайд скачать еттім. Мысалы, міне мынандай слайдтар. Бұл жерден мен суреттердің қолданамын. Мына слайдта мен тексттерді қолданамын. Осы 2 слайдтан шағын бір әдемі слайд жасайтын боламыз қазір. Сол көрген слайдтарыңыз ғой. Қазір мына жерден мынаны өшіріп тастайын. 0-ден новыйдан бастаймыз. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Жаңадан бастап жатырмын енді. Ақырындап осындай видеоларды салып тұратын боламын. Бұл кімдерге керек жалпы үйрену керек? Мұғалімдерге, иә? Қазіргі цифрлану заманда мұғалімдерге өте қажет. Өйткені жаңағы 2 слайдты көрсеттім ғой. Осындай слайдтардан балаларымыз шаршаған. Мен өзім де мұғаліммін, информатика пәнінің. YouTube каналында видео сабақтарымды көрсеңіздер болады. Жалпы осыдан 1-2 жыл бұрын бастағанмын. Курс қарап, YouTube қарап, қаншама уақыт бөлдім, тәжірибе бар. Енді сол өзім білген тәжірибемен бөлісемін. Осы қазақ халқына кішкене болса да қазақша контент түсіріп деген ниетпен бастап отырмын. Қолдап кетсеңіздер, жақындарыңызға таратыңыздар, мұғалім достарыңыз болса, апайларыңыз болса, өздеріңізге де артық етпейді. Презентация жалпы көп салада қолданылады. Өзіміз білетіндей қандай бір ақпаратты жіберсек, визуалды түрде сурет, әдемі шрифттермен, анимациялармен жасасақ, өте әдемі дүние пайда болады. Мына тексті шрифі маған қатты ұнады. Сол себепті мен бұл жерде шрифін өзгертпей көшіріп алдым. Бұл жерде 2 рет копировать еттім. Контролды басып, объекттің үстінен контролды басып, мышкамен тартсаңыздар 2 болады. Жалпы ол жақтарын мен басқа бір видеода түсіндіретін боламын. Жаңадан бір видео жасаймын. Қалай копировать етеміз, қалай істейміз. Көптеген жаңағыдай слайдтарды әдемі анимациямен шығаратын боламыз. Сонымен бірінші слайдымыз да бітіп қалды. Мынаны түсіндіріп кетейін сіздерге. Бұл направляющий деп айтылады. Бұл сызықтар негізі дизайнда қолданылады. Мына жерде 15-ке қоямын. Сол жағына, оң жағына да 15-ке қоямын. Енді бұл жерде біздің контентіміз, мысалы сурет болсын, жазу болсын, осы направляющийдің жалпы сызықшаның ішінде болғаны дұрыс. Өйткені біз выступление жасаймыз, иә? Бұл экрандарға шығарамыз. Сол кезде шетте қалып қоймайды, көрінбей қалмайды. Сол үшін дизайнда кеңінен қолданылады. Енді екінші слайдта мен бұларды өзгертіп жатырмын. Мысалы, Абайдана
Абай дара қазақта дегенді үстіне шығардым. Енді абайды дәл сол картинканы алып кішкентай қылып өзгертіп жатырмын. Бұл не себепті? Өйткені қазір жасап көрсетемін. Мысалы переходыға кірсек, ол жерде трансформация деген анимация шығады. Соны басқан кезде жаңағы біз жоғарға шығарып тастадық қой, сол алғанымыз жоғарыға қарай кетеді. Ол туралы да бөлек видео шығарам, бұйыртса жақын арада. YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, қолдап кетіңіздер. Көріп тұрғандарыңызда екінші слайдымызда өз мәресіне жетіп қалды. Бұл жерде үшеуінде копировать етіп алып, вставить етеміз бірінші слайдқа. Өйткені бірінші слайдта бұл элементтер болу керек. Екіге трансформация қойған кезде алғашында бұл шетте тұрады, шеттен баратын болады. Қазір өздеріңіз көресіздер. Екінші слайдқа қазір трансформация деген анимацияны қоятын боламыз. Бұл жерде переходыға кіреміз, міне трансформация. Міне екінші слайдымызда өз мәресіне жетті. Трансформация демекші, бұл көптеген PowerPoint-тарда жоқ, негізі 2019-да трансформация негізі көп PowerPoint-тарда жоқ. 2019-дан жоғары болу керек. 2021. Менде PowerPoint 365 тұр. Бұл платный версия. Айына 2890 теңге ма, сондай. Карточкамен төлеп, подпискасын алғанмын. Өзім сабақтарда қолданатын болғасын, өзіме бұндай дизайндар ұнайды. Сол үшін подписка жасап қойғанмын. Енді үшінші слайдымызға көшейік. Бұл жерде Абайдың әкесі болу керек еді. Абай әкесі болып кетті. Айып етпейсіздер. Жалпы бұл презентацияны қалай жасалу жолын көрсеңіздер, жеткілікті болады, өздеріңізге ыңғайлап басқа слайдтарды жасай аласыздар.
Бұл жерде фотоны фигураға қойып қиып аламыз. Бірінші фотоны басамыз, келесіде фигураны. Содан кейін формат фигураға барамыз. Содан кейін пересечение. Пересечение дегенді таңдаймыз. Сонымен біздің картинкамыз жаңағыдай фигураның ішіне қиылып өзі түседі. Бұның да дәл солай сияқты екінші презентацияда болу керек. Мысалы, бұл жерден, көріп тұрғандарыңыздай, құнанбайдың суретін апарып қойдым. Сол бұрыштан шығатын болады. Өйткені трансформация переходы солай жұмыс істейді. Оның қалай жұмыс істейтінін мен басқа видеодан міндетті түрде бөлек видео шығарып жазамын. Мәні. Көріп тұрғандарыңыздай. Үшінші слайдымызда өз мәресіне жетті. Енді бұның артына фонға біз сурет қоюымыз керекпіз. Міне. Бұл трагедияны білетін шығарсыздар, Абай жолын оқысаңыздар, соған келетін бір картина таптым, соны фонға қойғым келді. Енді качествосы айтарлықтай жақсы емес, бірақ фонға біз не істейміз? Яркісін төмендетеміз. Фонда тұра беруге болады. Задний фонға қоямыз. Фонды да копировать етіп, екінші слайдқа барып қоюымыз керек, өйткені ол жақта да болу керек. Қайдан шығатыны трансформация переходына белгілі болу керек. Бұл жерде сызығымыз жоқ болып, бірден пайда болып жатыр. Не себепті? Бұл жерде картина оның үстін басып алған. Сол үшін бұны на первый планға өткіземіз. Сонымен міне осындай әдемі үшінші слайдымызда өз мәресіне жетті. Енді соңғы слайдты жасаймыз. Бұл элементтерде не үшін төртінші слайдта болу керек дейсіз ғой. Жаңағы трансформацияның ережесі бойынша, мысалы бұл жерде ауысады ғой, сол кезде бұлардың кету жолын көрсетесіз. Осы жаққа кету керек деп. Переходпен алып қарағанда барлығы сол жаққа қарай кетеді. Бұл жазуларды мысалы копировать етіп, вставить етіп, қайтадан қойып жатырмын. Бұмен мен өзімнің уақытымды үнемдеп жатырмын. Оны қайтадан текст қылып, оны жазып, оған шрифт таңдап жүргенше осылай істей салған дұрыс болады. Бұл фотоларда сондай форматта болу керек. Осындай фигура қоямыз. Шеттері кішкене бұрылған.
сонымен қойып болғасын ең бірінші біз фотоны таңдаймыз. Бірінші фото, сосын фигураны бірге таңдаймыз. Объединение фигуры, пересечение. Екі объектті қалай таңдаймыз десеңіздер, Shift-ті басып тұрып, екі объектіні таңдай аласыздар. Бұл жерде екі объектті белгілеп, сгруппировать етеміз. Екеуі бір объект болып, көшірген кезде де екі объект жаңағы жазу мен сурет бірге жылжитын болады ары бері. Бұл жерде Абайдың анасы мен әжесі жайлы болады.
Сонымен 4-ші слайдымызда өз мәресіне жетіп қалды, иә. Бұл объекттерді алып, не істейміз? Көшіріп, 3-ші слайдқа қоюымыз керек. Енді әрқайсысын таңдап, қай жерден шығу керек? Соларды орын-орнына қоямыз. Бұғанда трансформация переходын береміз. Сурет ана жақтан шықсын. 4 жақтан шығатын. Сөйтті болды ғой, иә? Каналға жазылып кетіңіздер, көптеген видеолар болады. Мәні соңғы нәтиже осылай болды. Достарыңызға таратыңыздар, лайк басыңыздар. Бұл жерден переходтың длительность, тез қозғалту үшін біз азайтамыз. Сол кезде анимациямыз тез болады. Бұл жерде 2 секундта тұр. Одан 1,5-ға азайтып шықтық. Кішкене тездеу болды. Жақсы достар, қош сау болыңыздар.